Кыйырлы күн достар. Езілмей ашылып кетпей пісетін тушпараның рецептісімен бөлісетін боламын. Үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа 3 ас қасық сұйық май құйып араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Ұн қосамыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық суды ақырындап құямыз. Қолымыз күйіп қалмас үшін алдымен қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Салафанға салып қоя тұрамыз. Әзірше салмасын дайындаймыз. Тартылған етке пияз, тұз, бұрыш салып жақсылап араластырып аламыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөліп, жұқалау қылып жайып аламыз. Стаканның көмегімен дөңгелетіп кесіп аламын. Дөңгелетіп алғаннан кейін салмасын салып, осылай барлығын түйіп шығамыз. Барлығын түйіп болған соң, менде арнайы контейнер бар, осыған барлығын салып қатырып қоямын, немесе бірден пісіре беруге болады. Қайнап тұрған суға тұз қосып, бір-бірден салып пісіреміз. Неге достар, тұшпарамыз дайын болды. Езілмей, ашылып кетпей, әдемі болып пісті. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған Айжан.